Баршаларыңызға сәлем, қытырлақ баялды салатын дайындаймыз. Жақсылап жуылған баялдымызды 4 бұрыш етіп кесеміз. 1 шай қасық тұз салып, араластырып 5 минутқа қоямыз. Петрушка немесе кинзамызды тураймыз. Баялдымызға жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырамыз. Қызып тұрған майға баялдымызды салып, екі жақ бетіне аудара отырып, қызарғанша қуырамыз. Дайын болған баялдыларды қағаз сүлгінің үстіне саламыз. Кейін қызанағымызды 4 бұрыш етіп кесеміз. Табаққа алдымен қызанақ, кейін петрушка және баялдыларымызды әдемілеп қоямыз. Ірімшік қойып, бальзамический уксус және кунжутпен әсемдейміз. Осымен салатымыз дайын, ас болсын.